Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, үлпілдек әрі жұмсақ болып шығатын, үлкен кісілерімізге сөзсіз ұнайтын лепешка нанның рецептімен бөлісетін боламын. Ыдысымызға жылы су, жылы сүт және де қант, дрожж, тұзымызды салып, барлығы жақсылап ерігенше венчиктің көмегімен араластырамыз. Қантымыз толығымен ерігеннен кейін үстінен ұнымызды салып қамыр илейміз. Қамырымыз сәл біріккеннен кейін үстінен 2 ас қасық сұйық майымызды немесе оливковый масламызды құйып, тағы да қамырымызды бір келкі болғанша жақсылап илеп аламыз. Қамырымыздың бетінен азғантай оливковый масланы құйып, бетіне жағып, пищевой пленкамен бетін жауып, 2-3 есе көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Егер дрожждарыңыз сапалы болса, қамыр тез көтеріледі. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді. Енді осы қамырды теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Содан кейін видеода көріп тұрғандарыңыздай дөңгелетіп аламыз да противеньге жайғастырамыз. Бетін бірінші пленкамен, содан кейін майлықпен жауып, тағы да 2-3 есе көтерілгенше қамырымызды расстойкаға жібереміз. Көтерілген қамырымызды қолымыздың көмегімен басып, форма беріп шығамыз. Мінекей нанымызды осылай әдемілеп шығамыз. Содан кейін бетіне жұмыртқамызды жағамыз, күнжутымызды сеуіп, 180-190 градус алдын ала қызған пешімізге нанымыз қызарғанша пісіріп аламыз. Нанымыздың іші де сырты да толығымен әдемі болып пісіп шығады, әрі өте дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Күн сайын әртүрлі дәмді тағамдар мен тәттілердің рецептімен бөлісетін боламын.